Осы сабағымызда біздер with проект жаратып көреміз. Баста таза папка жаратып аламын, пустой. Бұл жерде проектіміз тұрады. Соны VS Code'да ашамын. New папканы VS Code'ға тастаймын. Аслында, енді проект жарату үшін біздер терминал туралы түсініп алуымыз керек. Қараң, VS Code'да терминалды ашу үшін біздер мына кнопкаға бассақ болады. Бұл жерде терминал дегенді тауып аламыз. Намысы мына жердегі кнопка бар. Бұл жерде ашқан уақытта терминал дегенді тауып аламыз. Айтып тұрды, сіз desktop new деген папканың ішінде тұрсыз дейді. Енді with деген проект жаратып көреміз. With проект жарату үшін біздерде Node.js ұстанығы болу керек. npm create дейсіз with деп жазасыз. Осы жерде проекттің атын сұрайды. Біздер new деген папканың атын тұрды. Ал егер проекттің атын жазсақ, newдің ішінде тағы бір папка жаратып, соның ішіне кіріп кетеді. Соның үшін папка жаратпау үшін точка деген кіртеміз. Точка деп қоямыз. Осы жерде қандай фреймворктан, не болмаса JavaScript'ің өзінен пайдаланасыз ба деп сұрайды. Стрелкалармен қалеген өзімді сайлап аламын. React сайласақ болады, не болмаса JavaScript'ің өзінен. Vanilla деген өзін сайлайық. Осы жерде TypeScript, не болмаса JavaScript деп сұрайды. Сіздерге JavaScript'ің өзі керек. Енді қараңыз. Проект ран қылу үшін біздерге баста керекті библиотекаларды ұстанып жетуді талап етеді. Соның үшін npm install деген басамыз. npm install. Біраз уақыт алады ұстанып кету. Проектіміз ұстанып етілді. Енді соны жүргізу үшін npm деген командадан npm run dev деуіміз керек. Run dev. Енді қараң, мына жерде шығады локальный. Контролды басып тұрып, клик мышканың шеп жағын бассақ, проектімізге кіреді. Проектіміз осы. Енді бір зат өзгертіп көрейін ішінде. Mainға кіремін, мысалы, мына жерге. Әлеген бір зат жазайын. Бірде емес, 123. Бір зат өзгерсін тез болады. Мысалы, hello world деп жазамын. Өзгерсін пайда болды. Керек емес заттарды удалить етсем, маған тек индекс пен main.js керек. Мыналар керек емес. Соның үшін оларды өшіріп тастасам болады. Алдың ішіндегі мағлұматтардан өшірейін. main.js-тан өшірейін. Болды, проектіміз енді деді, қалегенше істей берсек болады. Индексті еш затты өшірмең. Индексті былай жалғанып тұру керек. Стайлға кіреміз. Керек заттармен істей береміз.